шындығы керек, бұл қазақ тілі оқулығы дегенде оқулықта емес қой әңгіме. Әңгіме бұл қазақ тілін бағдарламасын, оқу бағдарламасын жасап отырғандарда. Бұның тақырыптары енді дұрыс емес. Шындығында бұл қазақ тілін жоюдың, қазақ халқын, болашақ ұрпақты сауатсыздандырудың басты құралы мына кітап. Қазақ тілі оқулығы жалпы. Бізде қазақ тілі деген кітап жоқ менің ойымша. Жалпы пән жоқ қазақ тілі деген. Бұл пәнді бізге айтады. Неге деген сұраққа маған автор жауап берген, бұлай жауап берген автор. Бізде жаңағы қазір бәрі де мына жаңартылған бағдарлама оқып жүрген ұстаздар болса білет, біз оқығанын бала өмірде қолдануы қажет делінген. Иә, бірақ өмірде қолданылуы қажет, дұрыс. Бірақ неге осының бәрі осы қазақ тілге келіп тіреліп қалды? Сол үшін біз осы тақырыптарды бердік деп жауап берген. Бірақ ол қазақ тілі қайда? Онда өмірге баулу ма, басқа қылып бұл қазақ тілінің атын атауын өзгерте салу керек еді. Бізде қазақ тілі деген пән жоқ. Мен оқытып жүрген жоқпын қазақ тілі деген пәнді, шын мәнінде. Жақсы, қазір бізде қазақ тілі оқулығы, 7-ші сыныптың қазақ тілі оқулығы Атамұра баспасынан шыққан. Жаңағы сіз айтып отырған тапсырмаларды қарап көрейік. Негізгі тақырып климат пен табиғат. Оған берілген тапсырмалар: климат дегеніміз не, ол туралы не білесің? Қазақстанда қандай климаттық аймақтар бар? Тағы бірінші тапсырма: мәтінді үнтаспадан тыңдап тірек сөзді тап дейді. Расымен де бұл жерде негізгі тақырып климат, тапсырма климат, тақырып климат, тапсырма климат. Жалпы біз өзі 40 минуттың барын сол климат қой, тілдік бағдар астында тұр. Сонда қазақ тілі қайда деген расымен де сұрақ туындайды екен.